Ертеде кең даладағы кішкентай бір ауылда Әли деген балақай өмір сүріпті. Әли ойнағанды ерекше жақсы көреді екен. Ойнаса, уақыттың қалай өткенін байқамай қалады. Кейде анасы шақырса да, ол ойынын тоқтатқысы келмейді екен. Әли ойланып қалады. Уақыт тоқтап қалса ғой, қалағанымша ойнай берер едім. Солай ойлап жүріп, бір күні Әли жерден бір кішкентай сағат тауып алады. Бұл не екен қызық? Сол сәтте бәрі бір сәтте Мәссаған, уақыт тоқтап қалды ма? Алақай! Әли қалағанынша ойнады, жүгірді, ойнады, бәрі тек өзі үшін сияқты болды. Бірақ, біраз уақыттан кейін ойын да қызық болмай қалды. Сол кезде Әли бәрін түсіне бастады. Анашым, достарымды сағындым, жалғыз ойнаған қызық емес. Әли сағатты қатты ұстап, уақыттың қайта жүруін қалады. Сол сәтте бәрі қайта тірілді. Әли анасына жүгіріп барып, оны қатты құшақтады. Сол күні ол маңызды нәрсені түсінді. Уақытты тоқтату емес, әр сәтіңді бағалау ең үлкен бақыт. Сол күннен бастап Әли уақыттың қадірін түсінді. Әр сәтін бағалап достарымен бірге қуана ойнайтын болды. Және өз уақытында үйге қайтуды да үйренді. Сау бол! Есіңде болсын, уақытыңды бағала.